Сәлем достар, бүгін біз сектор мен сегменттің ауданын есептеуді қарастырамыз. Алдымен бізде берілген шеңберде дөңгелектің екі радиусы және осы екі радиусының арасындағы бұрышына керілген доғамен қоршалған бөлігін сектор деп атайды. Яғни бұл бөлік бізде сектор. Жоғары жағына жазып қоямыз. Сектор. Яғни сектор дегеніміз дөңгелектің бөлігімен, яғни доғаның бөлігімен және осы доғаға керілген екі радиуспен шектелген фигураны сектор деп атаймыз. Енді осы сектордың ауданын табу үшін S-сектор ол толық шеңбердің, яғни дөңгелектің ауданынан альфа берілген бұрышты көбейтіп 360 градусқа бөлгенге тең, яғни толық бұрышына бөлгенге тең. Ал егер осы сектордың ауданы радианмен берілсе, секторның ауданы радианмен, онда альфа бөлінген 2 r квадратқа тең. Яғни бұл жерде радианмен берілгенге табуға болады. Ал енді екінші сегмент дегенмен танысайық. Сегмент дегеніміз ол дөңгелектің хордасымен және осы хордаға керілген доғаны айтады. Яғни бұл жерде бізде екі сегмент бар. Біреуі міне жоғарғы бөлігіндегі сегмент, екіншісі үлкен сегмент. Яғни мына бірінші боялған сегменттің ауданын табайық. Бұл жерде бұрышымыз альфаға тең болсын, радиустары r-ға тең, центріміз О және А деп алайық. Енді осы сегменттің ауданын табу үшін бұл жердегі сегменттің ауданы мына сектордың бөлігімен қарастырсақ, секторды және осы шеңбердің екі радиустың бөлігін қосатын болса, жоғарырақ бөлігінде бізде сегмент қалады. Яғни сегменттің ауданын табу үшін, S сегменттігін табу үшін, яғни S сектордың ауданынан азайтады екенбіз мына тең берілі үшбұрыштың ауданын. S үшбұрыш. АО үшбұрышы жанына жазып қояйық. АО үшбұрышының. Егер бұл жерде альфаның градусты өлшемі 180 градустан кіші болатын болса, онда сегменттің ауданынан үшбұрыштың ауданы азайтылады. Ал енді бізде екінші сегмент бар. Мына үлкен сегмент. Көріп тұрғандарыңыздай, осы сегменттің ауданын табу үшін, онда мына бөлігіндегі альфамыз, яғни бұл бұрышымыз 180 градустан үлкен. Яғни альфа үлкен 180 градустан. Онда бұл сегменттің ауданын табу үшін, яғни сектордың ауданына қосамыз екен осы үшбұрыштың АО-ның ауданы қосылады. Осыны ұмытпауымыз керек. Балалар, сонда сектор мен сегменттің айырмашылығы осыда. Яғни бұл екеуі де дөңгелектің бөлігі екен ұмытпау керек. Ал шеңберде сектор мен сегмент болмайды. Тек дөңгелектің бөлігі сектор. Сектор екі радиус және осы екі радиусқа керілген доғамен шектеледі. Ал сегмент кез келген шеңбердің дөңгелектің бойындағы екі хорда, сол хордаға керілген доғамен. Олардың градустық өлшемі альфа 180 градустан кіші болуы да мүмкін, және 180 градустан үлкен болуы да мүмкін. Біз сіздермен қарастырдық сектор мен сегменттің ауданын. Келесі кездескенше сау болыңдар.